Анау артымда жатқан Алматының әйгілі Сейфуллин көшесі 13 шақырымға созылып барып, ол Алматының бірінші вокзалына тірейді. 40 жылдан бері халыққа қызмет көрсетіп келе жатқан ғимараттың тарихы қандай? Бұл туралы дәл қазір тарихқа толы Алматыда. Ғимараттан бұрын Алаштың ұлы тұлғасының есімін иеленген Алып даңғылдың тарихы да қызықты. Верный бекінісі салынған алғашқы жылдары орыс қоныстанушылармен қатар дәл осы маңға шығыстан ұйғыр, дүнген, татар және басым бөлігі өзбектер көшіп келіп жайғасты. Сондықтан о баста Сарт, кейіннен ұзақ жылдар өзбек атанған көше. Ұзындығы 18 шақырымға созылып жатқан даңғыл 1962 жылдан бері қазақ ақыны, қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің есімін иеленеді. Сәкен есімін иеленген даңғыл неге екені белгісіз, бір кездегі жалынды революционер Әлібек Жангелдиннің алып тұлғасына барып тіреледі. Одан әрі қол созым жерде мыңжылдық шаһардың алтын қақпасы Алматы бір вокзалы тұр. Ғимараттың құрылысына келетін болсақ, ол жаңағы тіреуіші каркастан жасалған. Жаңағы біздің Алматы өзі сейсмикалық қауіпті аймақ болғандықтан антисейсмикалық төзімділігі бар жаңағы құрылыс материалдарынан салынған. Алматы бір темір жол вокзалы. Алып шаһардың солтүстігіне орналасқан 9 жолдың торабы. Орталық Азия мен Ресейдің Сібір өлкесін бір-бірімен жалғап жатқан орталық көпір. Біздің Қазақстан Республикасының мемлекетіміздің ең үлкен вокзалдардың бірі есептеледі осы вокзал. Сондықтан осы үлкен вокзал болғандықтан бізде жолаушылардың саны да өте көп. Әрдайым күнделікті бізден өтетін жолаушылар есеп бойынша, статистикалық есептер бойынша бізде қыстың күндері 7700-7600 жолаушылар болатын болса, қазір осы сезон дейміз ғой, қазіргі бізде демалыс күндері әр азаматтардың демалыс сапарлары бойынша бізде күрт өзгереді. Sıra бірденен 10.500-10.600 қазіргі таңда жүріп жатыр. Ертең жазғы демалыста бізде 22.000 адамға дейін өседі. Алматының алғашқы вокзалын айтпас бұрын біз сәл тарихқа шегініс жасаймыз. Шаһардың алтын қақпасына айналған мұның бар әлбетте Түрксібтің арқасы. Жалпы түпкі Сібір мен Түркістан арасында жалғайтын шойын жол мәселесі сонау 19 ғасырдың басында көтерілді. Түрксіб темір жолы 1927-30 жылдар аралығында салынған үлкен темір жол магистралі болды. Ол 1926 жылы 26 қарашада осы темір жолды салу туралы жаңа қаулы қабылданып, Түрксіб темір жолы Орта Азияны, Қазақстанды тікелей Сібірмен байланыстырушы нақтырақ айтып кететін болсақ, жаңа шөлді аймақтарды игеру туралы және халық шаруашылығының дамуына және республиканың экономикалық дамуына үлкен әсер ететін темір жол магистралі болды. Бір жыл өте Барнаул, Семей, Верный, Луговой арыс арасын жалғайтын шойын жол құрылысын зерттеуге қомақты қаржы бөлінді. Дегенмен қазан төңкеріс өткенше тарихи темір жол құрылысы бастала қоймады. Тек 21 жылы ар жағы Семей, берісі Арысты бойлай барша қара халық әйгілі Түрксіб құрылысына бір ауыздан кірісті. Еліміздегі 875 шақырым темір жол одақ кезінде салынды. Оның басым бөлігі қазан төңкерісіне дейін төселген. Сенсеңіз, Түрксіб кезінде жұмысшылар тәулігіне 1500 шақырым шойын жол төседі. 1929 жыл 19 шілде Алматыға алғашқы пойыз келіп тоқтады. Аты аңызға айналған паровоз Е1441 түпнұсқасы бүгінде Алматы 2 вокзалында естелік ретінде орныққан. 1930 жылы жұмыс қарқынды жүруіне байланысты межесінен бір жыл бұрын аяқтап, 3 жыл 9 айдың ішінде салынып бітті. Жаңағы Айнабұлақ станциясына екі жақ бағыттан кеп қосылды. 1931 жылы 1 қаңтардан бастап Түрксіб темір жолы өз жұмысын бастады. 1931 жылы Түрксіб толықтай іске қосылып, Алматы шаһарының бүгінгі Сүйінбай даңғылы көріктенуге көшті. Бауым тоғай көркейіп, темір жолшыларға арналған локомотив стадионы бой көтерді. Тіпті бір жолаушы 9 жүк вагоны тіркеген қала маңына қатынайтын алғашқы пойыз дәл осы вокзалдан 1930 жылы 25 қаңтарда аттанған. Бір күнделікті өтетін пойыздың 22 пары дейміз, 22 пары өтеді біздің пойыз сандары. Және де біздің вокзал
басшылық қызметінде отырғандықтан бізде әрбір осы жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолаушылардың әрбір кедергілерге тап болмас үшін және олардың пойызға уақытылы өз уақытында отыруына ықпалымызды жасаймыз. Алматыға келген адамды алдымен қарсы алып, кеткен қонақты қимай шығарып салатын стратегиялық нысан. Сырттай алып әйнекті бүтіндей кешен болып көрінгенмен, жертөледен бөлек 3 қабатты ғимарат. Жоба бойынша тәулігіне 6650 жолаушыны тасымалдауға лайықталған. Ауқымды келетін болсақ, 17564 квадрат біз Алматы бір вокзалының шаршы метрді құрайды. 3 платформалық жолымыз бар, бірінші және екінші, үшінші жол. Біздің платформамыздың ұзындығы 520 метрден құралады. Жертөледе жүк сақтау қоймасы, тағамтану орталықтары және тұрмыстық қызмет көрсету бөлмелер орналасқан. Мұндағы екінші, үшінші платформаға жолаушылар жерасты өткел арқылы көтеріледі. Темір жолды өзім негізі жастайымнан армандағам, аңсағам. Енді Құдай бұйыртып етер, осы неме жеттім деп ойлаймын. Вокзалдың барлық инженер коммуникациялық жүйесі осы жігіттің қолында. Пойыздарды кестемен жіберу, транзиттік көлікті түйістіру, әлбетте жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет. Әдетте темір жол негізінде электр қуаты жоғары болып саналады. Ол жерде 27 000 вольтпен электровоз жүреді. Сондықтан да жүрген кезінде біз хабарлаушы арқылы жолаушыларға техникалық қауіпсіздігін сақтауды әрдайым хабарлап отырамыз. Біздің кезекшілер жолаушылардың түсінбеген сұрақтарына, сауалдарына және де пойызға отыру түсу уақыттарында ескерту жасап, қолдан келгендерінше қауіпсіз шығарып салуға тырысамыз. Алып мегаполисте 2 вокзал барын ескерсек, Алматыдан тәулігіне жаз айларында 50 мыңға тарта жолаушы темір жолмен әлемнің сан тарапына аттанады. Ғимаратқа кірген адамды бірінші қабаттан темір жол кассалары қарсы алады. 1976 жылы мұнда өңі келбетті, дауысы зор, қазақ-орыс тілін еркін білетін бойжеткендер таңдалды. Сенсеңіз, содан бері бір орында қозғалып отырған кейіпкеріміз бар. Сәлеметсіз ба? Маған айтыңызшы, Мәскеуге жүретін пойыз. Май апайымыз осы вокзалдың бастауында тұрған ардагер темір жолшы. Аттай 40 жылдан аса ғұмырын тәуліктік ауысыммен жолаушыларға қызмет көрсетумен жалғастырып келеді. Одақ кезінде Алматыдан Мәскеуге аттанатын пойыз басты назарда болғаны жасырын емес. Коммунистер мен хатшылардың дені қазіргідей ұшақсыз пойызға отырып, жүйітке жөнелген күндер кешегідей есінде. Мен осы вокзалға келіп жұмыс істеймін деп ойымда да болған жоқ негізі. Мен өзім 77 жылы осы вокзалға келгенде адам көп, ығы-жығы деп ойладым, қалай мен жұмыс істей аламын екен деп. Сосын басшылар айтты, дикциямды тексерді дағы, как раз диктор керек деп сөйдеді дағы, диктор ғып мен үйретті, текстерін берді, пойыз келіп атады, кетіп атады, оны айтып атамыз. Ол кезде сол жылдары 7-ші пойыз Алматы-Москва фирменный пойыз болды. Соған көп осындай хабарлама беретінбіз. Жолаушысыз пойызда темір жолда жоқ. Оған қызмет көрсету әр темір жолшының басты миссиясы. Әдетте вокзалда үлкен кісілер кестеден қалып, пойыз хабарландыруын өткізіп алатын жағдай жиі кездеседі екен. Талай целинниктерді жібергенбіз, ол кезде целинаға жібереді адамдарды. Со жаңағы составы менен. Сонда мен жаңағы түненде шығам, басшылар істеп берші, айтып берші деп, жаңағы дикцияма қызығатын бейді, білмеймін, әйтеуір шақырып алатындағы сан жаңағы целинниктерді Москва пойызында жіберіп ататынбыз, басқа пойыздарды да. Ал енді мына вокзал негізі өте қызықты жұмыс. Қарт жолаушыдан кейін сабырсыз сарбаздар көрінеді. Олар әскерге аттанып, некелерде алып ғимаратшы абыр-сабырға толады. Қандай жағдай болмасын, вокзал қызметкерлерінің бұлжымас қағидасы ортақ. Алматы вокзалының ұйымының ұстаған ұстанымы әрбір жолаушыға сапалы қызмет көрсету және олардың қауіпсіздігі біздің өзіміздің Алматымызға, осы сұлу қаламызға аман есен келіп кеткендігі біздің мақсатымыз болып саналады. Бұрымы беліне түскен қазақ-орыс тілдерін жетік меңгерген бойжеткен өз ортасына тез сіңісті. Алдымен диктор, кейін анықтама бөлімін меңгеріп, билет сату әдісін жылдам үйренді. Бір жылдары жұрт үздіксіз ағылатын Мәскеу, Барнаул, Новосібір пойыздарына жолаушы күрт сиреп кеткен.
Совет өкімет кезінде бізде бір картонный билеттер болған. В основном пассажирлар осы Москва, Саратов, Новосибирск, Барнаул жаққа көп жүретін, Иркутск жаққа көп жүретін, Ташкент, Новокузнецк деген направленияларға көп жүретін. Қазір мына мегаполис өзгергеннен ба, қазір в основном южном направлении өзіміздің Чимкент, Жамбыл, Ақтөбе, батысқа барады. Билет сату кассалары бастапқы орнынан өзгермеген. Бүгінде жалғыз вокзал емес, қаланың кез келген түкпірінен темір жол билеттерін сатып алуға болады. Қазіргі билетті әртүрлі әдістермен алуға болады. Интернет, онлайн режим дейді, және де әлі де бізде әдейі құрметпен көрсетілетін кассалар бар. Одан қалса брондайтын кассалар бар. Және де мүгедектер, соғыс ардагерлеріне кезектен тыс қызмет көрсетеміз. О бастағы Сібір мен алып Қытай арасын жалғап жатқан 34 пойыз тәулігіне Алматы бір вокзалын кесіп өтеді. Яғни күніне дәл осы ғимараттан 7000-ға жуық жолаушы өзінің діттеген жеріне аттанады. Келесі кейіпкеріміз Алматы 9 жолдың торабына айналған ғимаратқа сонау 83 жылы келген. Арғы атасынан бастап бүгінгі ұрпағына дейін темір жол бойына жұмыс істеп келе жатқан әулеттің 4-ші буыны. Мен бірінші Алматы вокзал бастығының кезекті көмекшісі болып жұмыс істеймін. 1983 жылдан бері. Мен темір жол бойында өскеннен кейін, темір жол мектебін бітіргеннен кейін Семей өңірінің Аягөз бекетінен оқу бітіргенмін. Енді менің бүкіл нағашыларым барлығы Семей өңірінде темір жол бекетінде, өзімнің отбасымдағы бауырларым барлығы темір жол саласында жұмыс істейді. Бүгінде қазақ топырағының 15341 шақырымына темір жол төселген. Еліміздегі жүк тасымалының 68, жолаушылардың 57% пойызбен жол жүргенді жөн санайды. Алматы 1 бекетінен 58, Алматы 1-2 бекетінен 58 пар жолаушылар пойыздар өтеді. Сөткесіне 34 пойыз жүреді бірінші Алматыдан. Енді біздің жолаушылар қарсы алушы жолдастар, шығарып салушы жолдастармен 24 сағатта біз 10.000-12.000 адамға дейін біз қызмет көрсетеміз. Жалпы темір жол саласында ел халқының 1%, яғни 170 мыңнан аса адам жұмыс істейді. Алмасынды түнгі кезекшілікті күндізге айналдырған әйелдің көз алдынан жолаушының сан алуан есте қалған. Екінші үйім, әрбір қабаты, әрбір есігі, әрбір бұрышы маған ыстық. Өйткені осында жұмыс істедім, нағыз истинный темір жолшылар болғанда мені осы орынға лайықтап тағайындап кетті. Алма вокзал есігінен енген бойы хабарламаға құлақ түреді. Диктордың дауысы, киім киісі, келбеті жолаушы маңызды болу керек. Бұл бірінші вокзалдың бренді. Бұл Семейден басталып, тарихи Түрксіб темір жолының 1132 шақырымда тұрған Алматы 1 вокзалы. Біздің вокзалдан көптеген шетелдік халықаралық пойыздар өтеді. Айта кетсек, Бішкек, Новосібір пойызы, Ташкент, Новосібір пойызы, қазір жаңада Тұлпар пойызы ашылды. Алматы, Ташкент деген көптеген пойыздар осы Алматы арқылы өтеді. Маңыздылығы зор. Оңтүстік бағыт бар, бізде солтүстік, шығыс бағыттар бар, батыс бағыттар бар пойыздардың. Мынау перрон Орта Азия мен Сібірдің арасын байланыстырып жатқан алтын торап дәл осы платформадан бастап алады. Вокзалға тиесілі негізгі 3 платформа бар. Әр 15 минут сайын Алматы 1-ден не пойыз аттанады, не келіп тоқтайды. Алматы 1 енді бұл үлкен неден өткен вокзал ғой, бірінші вокзал. Алдында реставрациядан өткен вокзал. Бұрынғы вокзалдан қазіргі вокзалдың айырмашылығы жақсы. Ішінде жолаушыларға ыңғайланған салқын, кондиционер орналасқан. Жолаушыларға ыңғайлы жағдай жасалған Алматы 1. Әдетте жолаушы пойызы 12 вагоннан тұрады. Барлығы 667 орынға есептелген. Бастысы қыста вагон жылы, жазда салқын болу керек. Мамырбек сынды пойыз бастықтары әрі жетекші, һәм құтқарушы, керек десеңіз, жас әйелді босандырған кіндік әке. Жолда біреулер босанып атады, экстренный дейді мысалы. Ондайында куәсі болдық. Енді өзім жол серік болып жұмыс істеп жүріп, енді жолда экстренный торможение дейді ғой.
экстренный случайның куәсі болған. Вагонның астында қатты дыбыс, енді дыбыс шығып, уақытысында тежегіш кран тоқтатып, қарасақ астындағы вагонның астында кардан дейді, енді механизм кардан. Сол жұлынып кетіп, жұлынып кеткен, соны уақытысында тоқтаттым. Бұл жерде секунд қой. Сәл көзден таса болмасаң, болмаса орында болмасаң, бұл үлкен қайғы ұшырауы мүмкін еді. Дегенмен вагон, пойыз, вокзал үшін басты қауіп өрт. Еліміз темір жолының 60% электр қуатымен жүретін ескерсек, сақтанған артық етпейді. Өрт қауіпсіздігін сақтамаса, жүріп бара пойыз 7 минутта жанып үлгереді екен. Соның бәрін жолсеріктер жолаушыларға құлақ қағысып айтады. Шекпеуге, техника қауіпсіз сақтауға, жүріп баратқанда тамырда тұрмауға. Вокзалда ешкім аялдап қалмайды, пойызда, жолаушыда. Мінекей тағы бір состав Алматыдан Астанаға аттанды. Яғни 9 вагонда 500 жолаушыға сәт сапар дейміз. Алматыға биылғы жаз ерте келді. Сыртта 35 градустық болғанмен тарихи мекеннің іші салқын. Еңселі ғимарат темір бетоннан соғылғандықтан суық тартқыш. Әрі мұндағы молынан қапталған мәрмәр тастар да жазда салқын леп береді. Алматы бір вокзалы негізі 1974 жылы салынған. 2007 жылғы өте үлкен күрделі жөндеу реконструкциясы болды. Астанадағы басшыларымыздың жоспары бойынша 2018 жылға күрделі жөндеуді тағы да жақсартуға қаржы қарастырылып жатыр. Халықаралық маңызға ие нысан әлі күнге кейбір тиесілі әлеуметтік ошақтарын сақтап қалды. Сенсеңіз, вокзал елігінде кезінде қазақ тілді мектеп, кинотеатр, мәдениет сарайы, емхана, медициналық пункт, тіпті жұқпалы ауруханада жұмыс істеген. Алматы бір вокзалына қатысты бірінші жыл сайын балабақшаларды лагерге алып барады балаларды, жұмысшылардың балаларын, және де біздің кәсіподақ несі әртүрлі жағдайларға байланысты көмектесіп тұрады жұмысшыларға. Екіншіден өзіміздің темір жол емханамыз бар, ал ғимараттың ішінде өзіміздің алғашқы көмек көрсететін пункт бар. Бірінші жол серікке хабар береді, жол серік машинистке хабар береді, машинист потом дежурный подстанцияға хабар береді, дежурный подстанция біздің хабарлаушыға хабар береді, хабарлаушы біздің вокзал бастығының көмекшісіне хабар береді. Содан ұйымдасқан түрде біз пойызға шығып, алғашқы көмекті міндетті түрде көрсетіп жатамыз. Стратегиялық нысан болған соң мұнда қауіпсіздік басты назарда. 2016 жылғы Алматыдағы лаңкестік шабуылдан соң еліміздің біраз аймағына террористік деңгейдің сары белбеуі енгізілгені белгілі. Содан бері алыс жолға аттанған жолаушылардың жүк сөмкесі қатаң тексеріледі. Кіре беріс жерінен вокзалдың алдыңғы жағынан 4 есік және шығатын жағынан 4 есікке бізге рентген аппараттарын сатып алып берді. Ол рентген аппараттары осы біздің 2017 жылдың қаңтар айынан бастап орналастырылған. Ол қазіргі таңда ол рентген аппараттары тесттік режиммен жұмыс жасалып жатыр. 40 жылдан бері мызғымай жөндеу көрмеген вокзалдың сырт пішіні 2006 жылы бер қарады. Жобаланған сәулетін бүлдірместен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жақын күндері күре жол бойындағы ғимаратты біраз өзгерістер күтіп тұр. Транзиттік зал екінші этаж деп айтатын болсақ, транзиттік залда да мына жерде балабақшаның ойнайтын бөлмесі болады өз алдына. Мына жерде біздің пункт питания дейміз, тамақтандыру халықтардың, жолаушылардың тамақтанатын жерін өте қазір керемет құрылыс жүріп жатыр. Осы бір аптаның көлемінде бұл да бітеді. Сол құрылыс біткен екен, ол ата-ана мұнда тамақтанып отырса, баласын ойнатуға жіберуге болатындай мүмкіндіктер болады. Темір жол қызметкерлерінің өзіндік принцип қалыптасқан. Үйден жұмысқа аттанғанда артына қарамайды. Шығарып салған жолаушының көзінше жасалмайды. Иығынан қақса жеткілікті. Екінші вокзалдан айырмасы сол, бірінші Алматының алтын көпірі деп саналады. Яғни дәл осы Алатау бөктеріндегі шаһарға келген қонақты алғаш қарсы алып, қимай шығарып салатында алтын көпір осы. Бұл тарихқа толы Алматы.